Мен сіздерге бір оқиға айтып берейін. Лев Толстойдың шығармаларында Пахомыч деген бір еңбек жолында жүрген адам суреттеледі. Сол Пахомыч Алланың қалауымен тез арада байып кетеді екен. Бірақ Пахомычтың бір әуес болған байлықтардың арасындағы ең қатты әуес болғанын айтады ғой. Бір нәрсеге адам не болады ғой? Тәуелді болады ғой. Бір адамдар наркотикқа тәуелді, бір адамдар ақшаға тәуелді, бір адамдар қатынға тәуелді, бір адамдар билікке тәуелді, бір адамдар жерге тәуелді болады екен да. Мына Пахомыч жерге тәуелді болған екен. Жүрген жерінде жер сатып алып жүреді екен да. Көбірек жер. Ол кісінің сол ой өрісінің барлығы сол жер алып қалсам дейді екен. Менің жерім көп болу керек, алқабым көп болу, бәлінше 1000 гектар жерім болу керек, егіндігім болу керек деп сөйтеді екен. Сөйтіп бір күні Алланың қалауымен бұл кісі бір елді мекенге барып қалады да, сол елді мекенге барған кезде бір сол жердің басшысымен кездеседі. Сол кезде айтады: мен осы Башкирия ғой деймін, қателеспесем, Башқұртстан ғой деймін. Сол жерге барып қалады да, сол жердің басшысымен сөйлеседі. Соған айтады: осы Башқұртстаннан бір жер берсеңізші, мен сатып алайын дейді да. Ана патша өте дана, ол кісіге бір өмірлік сабақ беріп кетеді да. Айтады: хоп, алыңыз дейді, мен берейін, бірақ бір шартым бар дейді. Қазір осы жерден бастап күн батқанға дейін бір айналып келіңіз дейді екен. Қанша жерді жаяу жүріп айналып өте аласыз, сол жердің барлығын күн батқанша келе алсаңыз болды, сол жердің барлығы сіздікі болады дейді. Яғни мына шеңбер үлкен, неғұрлым үлкен шеңбер жазсаң, соғұрлым жерің көп болады сенің деген сияқты. Ох деп Пахомыч риза болып кетіп, бірден басады ғой. Ақырындап кетіп бара жатады, бесін уақытына келген кезде орта жолға келеді. Ойлайды: әлі уақыт бар ғой, сәл демалып алайын деп. Асыр уақытына жақындаған кезде бірнеше жол жүріп тастайды. Содан қараса күн батып бара жатыр. Ойбай, мен жете алмай қалатын болдым ғой деп енді асыға бастайды. Анау жаңағы шеңберді енді қимайды ғой, көрдің ба, көбірек алқалғысы келіп тұр да. Сөйтеді: қой енді, осы мен жетер, айналайын енді дейді ғой. Сөйтіп айналып асырдан кейін ақырындап келе жатса, ақшам уақытына жақындаған кезде күн батып кетеді ғой. Күн батып кетсе, жаңа Пахомыч жолдың қиындығын, аптыққан, ыстыққа, жаңағы қан қызуы көтерілген бекен, жүрегі көтеріліп кеткен бекен, қаттана жолды көтере алмай, сол жерде майып болып мерт болады да. Сол жерде ол кісілер, жаңағы кісілер, бұл кісіні жерлейді ғой. Жерлеген кезде 2 метр жер қазады да, сол жерге жерлейді да. Сол кезде ана кітапта айтады: Алланың тағдырын қараңызшы дейді да. Жер деп өмір сүрді дейді. Бүкіл жер бетіндегі жерлердің барлығын алсам ғой деп өмір сүрді дейді. Бірақ түбінде 2-ақ метр жер бұйырып кетті ол кісіге дейді да. Тура сол сияқты қазір жер деп жүрген, мал деп жүрген, ақша деп жүрген, анау деп жүрген, мынау деп жүрген нәрсенің барлығына мен өз басым, шынымды айтсам бар ғой, жүрегім ауырып қарайды да. Неге соншалықты біз кеміп кеттік? Соншалықты ақша ғана ма біздің ойымыз? Соншалықты жер ғана ма біздің ойымыз? Соншалықты біздің ойымыз тек қана машина ма? Тек қана үй ма? Жарысып жатырмыз ғой. Бірақ мына рухани байлыққа кім құштар қазір өзі? Рухани байлыққа, білімге, ғылымға, рухани иманға, Құран жаттауға, ел жұрттың арасында мейірімді таратуға кім құштар? Ешкім құштар емес. Тойларға барасың, 2 ауыз сөздің басын қоса алмайтын қазақ. Бір телевизорға теледидарды қосасың, тұшымды әңгіме ести алмайтын болдың. Кезінде мықты сөз толғайтын адамдар кеткеннен кейін қазір былайша айтқанда өңкей қиқым қалды да. Өте қиын жағдайда отырмыз, бірақ біз әлі де сол технократиялық, материалдық байлықтарды байлық деп көріп, рухани байлықты бір жолата қойдық та. Сура сол Пахомычтың күйін кешеміз біз бірақша. Бізге де бүкіл мал дүниеміз қалады, бізге де сол 2 метр жер бұйырады бәрімізге. Ешкім мәңгі емес та.